Қайырлы күн. Қымбатты да қадірменді қыздар, ханымдар, келіншектер, құрбы-құрдастарым. Өмірден өз жолыңды табудағы кішкене сілтемеден айтып өтейін. Өмірден өз жолыңды табу үшін саған қандай көмек керек? Болмаса біз көмекті қайдан аламыз? Ол үшін біз не істеуіміз керек? Қайда баруымыз керек? Қандай кітаптарды оқуымыз керек? Болмаса қандай жаттығулар жасауымыз керек? Кез келген адамды осы сұрақтар мазалайтыны рас. Мен өмірдегі өз жолымды қалай таптым? Ең алдымен менің ата-анамның қолдауы, жолдасым, отбасымның қолдауы, маған артқан сенімі және еркіндік. Өмірден өз жолыңызды табу үшін әрине білім де керек. Оқу керек, іздену керек, еңбекқорлық керек. Ең бірінші орында ол үлкен сенім, отбасыңның, жақындарыңның қолдауы, саған деген сенімі. Еңбектену, іздену, көптеген әдеби кітаптарды оқу, көптеген өмірден өз жолдарын тауып, үлкен жетістікке жеткен адамдардың өмірбаянын оқу, олардың өмір жолдарымен танысу. Қиындықтар адамды шыңдайды. Қанша қиындық көрсеңіз де ренжудің қажеті жоқ. Керісінше бұл менің мүмкіндігім деп түсінгенім жақсы. Қиындықтар адамның басындағы болған ситуациялар, жағдайлар, стресстер керісінше адамдарды нығайтады, шынықтырады. Ал енді өміріңізде өзіңіздің ісіңізді, мамандығыңызды табу үшін ең алдымен сіздің қолыңыздан не келеді деген сұраққа жауап беру керек. Мен қандай істі сүйемін? Менің қолымнан не келеді? Осы сұрақты өзіңізге қойыңыз да, оны жазып шыққаныңыз дұрыс. Егер мен тігінді жақсы тігетін болсам, болмаса тамақты жақсы пісіретін болсам, мен үшін бисер тоқу түк емес. Болмаса мен үшін сурет салу оп-оңай дүние. Басқалар арнайы оқу оқып үйренген дүниені сіз үйде отырып оп-оңай жасайсыз. Демек, бұл сіздің қабілетіңіз. Демек, бұл сіздің мүмкіндігіңіз. Кәсіби тәжірибемнен байқағаным көпшілігінде жұмыссыздар, өмірде жолы болмай жүрген адамдар, өте талантты, өте шебер адамдар. Талантты адамдар, талантты адам, бірақ өзінің қолынан келетұғын ісіне сенбейді. Өзінің қасиетін, өзінің шеберлігін бағаламайтын адам, өзінің білімін бағаламайтын адамдар. Көпшілігінде жетістікке жету үшін, қандай да бір жетістікке жету үшін мақсат қойып алдына, мақсат қойып, өзінің бағдарламасын жазып, болғаннан кейін күнде, ертең, арғы күні, бір күні деп уақыт созып алады дағы, өзінің жасаймын деген жұмысын ауырлатып алады. Дәл қазір жұмыс бастаймыз. Ең бірінші менің мінезімнің кемшіліктерін анықтап алайық. Жалқаумын. Күнде ертеңім менің бітпейді. Басқалардың ойына мен тәуелдімін. Маған жан-жақтан кеңес айту керек, ақылдасуым керек. Егер менің жақындарым, достарым, болады мынау сенің жұмысың десе ғана мен сол жұмысты бастаймын деген ойдан арылу керек. Дәл қазір отырып, өзіңіздің жұмыс дәптеріңізге өз кемшіліктеріңізді тізіп жазып шыққаныңыз дұрыс. Бұл кемшіліктерді өзіңізден басқа ешкім білмейді, сондықтан да өзіңізге шынайы болғаның дұрыс. Сондықтан да өзіңізге шынайы болғаныңыз дұрыс. Келесі, бүгін мен істеймін, бүгінгі менің 5 позитивті іс-әрекетім. Ең бірінші, өзімді позитивті, ашық жарқын көңіл күйде ұстаймын. Таңертең таза ауаға шығамын, жаттығулар жасаймын. Сауатты, дұрыс тамақтанамын. Өзіме қажетті кітаптар, әдебиеттер іздеймін. Мен бағдарымды анықтау үшін алдыма жоспар жазуым керек. Бір жетінің ішінде уақытымды дұрыс пайдаланамын. Біздер бір адамның өмірін бақылап көрдік, мысал ретінде. Бір жетінің ішінде күніне 3 сағат сериал көреді екен, 2 сағат WhatsApp-та хат жазысады, музыка тыңдайды 2 сағат күніне,
аз ғана кітап оқиды, қысқа ғана кеңес оқиды, кеңес оқиды және үй жұмысымен, кішігірім үй жұмысымен ғана айналысады. Демек, бұл жерде біздің кемшілігіміз қай жерде екені айтпаса да түсінікті. Демек, біз WhatsApp, телефон деген бос уақытты, бос сөзді қысқартамыз. Нақты, дәйекті іспен айналысамыз. Алдымызға қойған мақсатымыз, егер біздің бір кәсіпті бастау керек болатын болса, сол кәсіпті зерттеуден бастаймыз. Демек, мысал ретінде айтайық, тігіншілік. Қыздар көпшілігінде тігін тіккенді жақсы көреді. Бізге кәсіпкерлікте қызметті өте кеңінен қолданатын қандай кәсіп түрлері бар? Тамақ тану және тігін тігу, одан да бөлек шаш алу деген секілді, өзіміздің жаңағы салондардың жұмыстары және тағы да басқалар деп айтайық. Енді соның ішінен егер біз жаңа тігінді алатын болсақ, тігіншілер бағытын, тігіншілер кәсібін біз зерттегеніміз дұрыс. Өмірде өз жолыңды табу үшін нақты бүгіннен бастап жұмыс істейміз, ұмтыламыз, ізденеміз, еңбек етеміз. Құрметті қыздар, ханымдар, бүгіннен бастап өз өмір жолдарыңызды қолға алыңыздар. Мен сіздерге көмектесемін, біргемін.